амансыздар ма? Мен қазақ тілі пәнінің оқытушысы Раушан Нұрманбекова. Сіздердің назарларыңызға абайтану пәні бойынша бейнематериал ұсынамын. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев өзінің Абай және 21 ғасырдағы Қазақстан деп аталатын мақаласында ұлы Абай туралы былай дейді. Жалпы өздеріңіздің назарларыңызға ұсынып отырған бұл мақалада президент Абайдың 175 жылдығына арнап осы мақаласын жазған болатын. Онда президент былай деп айтады: Абай дейді бізге алдағы 21-22 ғасырларда да, алдағы уақытта да жарқын болашақ ұсынады. Неге біз Абайға арқа сүйейміз? Өткен ғасырда туған адам болса да, себебі Абай ұлы философ, ұлы ғалым. Ол қазақ халқына жаңа бір белестерге көтерілу үшін, жаңа бір жолдарға шығу үшін жаңаша бағыт ұстанады дейді. Иә, Абай ұлы тұлға. Осы жерде біз Абайдың ілімін қазіргі уақытта халыққа кеңінен таратып жүрген Мұхтар Әуезов, Мекемтас Мырзахметов, Абай музейінің директоры Тұртығұл Шаңбай сияқты, Ғарифолла Есім сияқты ғалымдарымыздың, көптеген ғалымдарымыздың есімін атап кетуімізге де болады. Десек те, абайтану ғылымының басты шыңы бұл Мұхтар Әуезов. Ұлы Мұхтар Әуезов өзінің Абай жолы роман-эпопеясында ұлы Абайдың өмірін ғана емес, оның әкесі Құнанбайдың, оның аталары Ырғызбайдың, және де сонау Абай туып өскен Шыңғыстау жерінің бүкіл тарихын, бүкіл қазақтың салт-дәстүрін суреттеп жазғандықтан Абай жолы роман-эпопеясы деп аталады. Бұл роман-эпопеяны оқып жүрген француздың, ағылшынның ғалымдары, сол жақтағы оқырмандардың бәрі қазақты танып білу үшін алдымен Мұхтар Әуезовтың Абай жолын оқып шығуымыз керек дейді. Сонымен енді біз бүгін сіздерге адамзаттың бәрін сүй бауырым деп аталған Абайдың бір жол өлеңін сіздерге талдап берейін. Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп. Яғни бұл туралы абайтанушы ғалымның бірі Абайдың Ғарифолла Есім өзінің тамаша хакім Абай деген Абай деп аталатын кітабында былай деп айтады: мәселе бүкіл адам баласын тіліне, дініне, түр-түсіне қарамай сүю керек дейді. Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп және сүй ол Алланы жаннан тәтті деген Абайдың өзінің және бауырмалдыққа байланысты шығарған өлеңі осы. Біздің қазақ халқы шын мәнінде де мына тәуелсіздіктің 30 жылдығында біздің барлығымыздың назарымызда болған бір мәселе бар. Қазақ халқы өте бауырмал халық. Осы өзінің тарихында сырттан келген репрессия жылдарында қаншама өзге ұлттарды бауырына басып, оларды адам болып, үйінің бір қуысын бір бөлмесін болса да беріп, қаншама шешен, украин, неміс, барлық халықты бауырмал қылып өзіне тарта білді. Олардың бәрі Қазақстан біздің отанымыз дейді. Яғни Абайдың үлкен насихаты адамзаттың бәрін сүй бауырым дегені осы жолда жатыр деуге болады. Біз Абайды ағартушы дейміз. Ағартушы болғанда Абай қазақ халқына тіліңді құрметтеме, қазақ тілінен бас тарт, дініңді құрметтеме, дініңнен бас тарт деген жоқ. Абай керісінше өзіңнің бойыңдағы қателіктерді жөндей біл. Өзіңді жақсы жағынан көріне біл, өзгере біл дегенді айтады. Өмірде екі ұғым бар: өзгеріс және қозғалыс деген. Абай өзгеруді айтады. Өзгермейтін бір Алла, адамзат өзгеріп отыру күніне дейді. Себебі күнне небір жаңадан, мысалы, компьютерлік нанотехнологиялар, небір жаңа дүниелер шығып жатыр. Соның бәріне адам өзгеріп, тезірек білім алып, тезірек соған икемделіп, ғарышқа ұшу керек болса, мысалы, соған да икемделіп, басқа планетаның жаңалықтарын, басқа планетаны игеру керек болса, соған да икемделіп, адам күнде өзгеріп отыру керек. Міне Абай соны айтып, жаңағы осының бәрін тек қана әрине бұл жер планетасында қаншама адамзат бар болғандықтан, соның бәрін халықпен, өзге ұлтпен тіл табыса отырып жүзеге асыру қажеттігін, толық адам бейнесінде болу қажеттігін, бұның өзі үлкен жетістік болып табылатынын Абай өзінің өлең жолдарына сыйдыра кетеді. Яғни біз айтатын болсақ, жаңағы Абайдың дүниетанымы, Абайдың жаңағы халықты сол кезде әлі де болса сауатсыз қазақ халқын сол өз заманында алдыға сүйрелеуі
бұл үлкен құбылыс деуге болады. Қазірдің өзінде бүкіл халқымыз сауатты, небір университет, колледж, академияларды бітіріп, керемет ғалым болып жатқан өз еліміздің де адамдары, өзге елдің де адамдары ұлы Абайды құрметтейді. Оның сонау ғасырда айтқан өлеңдерін, сонау ғасырда айтқан қара сөздерін өздеріне бағыт қылып ұсынады. Сонымен сабағымызды қорытындылай келсек, біз бүгін ұлы Абайдың философиялық ойларына тоқталдық. Сол сияқты абайтану ілімін дамытуға қажеттігіне де тоқталдық. Біздің сабағымыз аяқталды. Аман сау болыңыздар.